Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен құймақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ыдысымызға ең алдымен жұмыртқа, тұз, қант үшеуін салып алып, үшеуін венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді осы жұмыртқалы массамыздың үстіне құймақтың басты ингредиенттерінің бірі сүтті құямыз. Оны да венчикпен араластырып аламыз. Кейін осының үстіне сұйық майды қосамыз. Одан кейін ұнды қоса берсек болады. Ұнды 2-3 бөлікке бөліп қосқан жөн. Ешқандай ұн қалып қоймауы тиіс, сондықтан тестімізді жақсылап араластырамыз. Негізінен құймақтарда айранда да, сүтте де жасауға болады, ал бұл рецептте мен сүтті де, суды да қолданған болатынмын. Екеуінің қосындысынан бізде нәзік құймақтар шығатын болады. Барлығын араластырып болғаннан кейін ең соңында ыстық суды қосамыз және венчикпен араластырамыз. Енді құймақтарды пісіріп алсақ болады. Қызып тұрған тапамызда екі жағын аудара отырып пісіріп алатын боламыз. Осымен бізде құймақтар дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.